Всем привет! Сіздермен бірге Сара. Мен бүгінгі влогыма қош келдіңіздер. Бүгін анашым, әпкем және де мен үшеуміз қалаға бір тірліктерімізбен шықтық. Автобуста отырмыз. Далада погода өте керемет болып тұр. Сондықтан да әрі қыдырып, әрі тірліктерімізді бітіруге шықтық. Біраз қыдырып, қаланы аралап, анашыма керекті заттарды алдық. Себебі біз 1-2 күннен кейін уже больницаға жатамыз. Соған керекті заттарымызды алып, үйге қайттық. Тірлігімізді бітіріп, қаланы аралап болғаннан кейін жолдан осыны 2 литр макси чай және де булочка керекті заттарымызды алып, қонаққа кеттік ары қарай. Мамамның сіңілісінің үйіне бара жатырмыз қонаққа. Осылай погода күрт өзгеріп кетті. Азанда ғана күн жылы еді, одан кейін жел тұрып кетті. Одан кейін себелеп жаңбыр жауды. Осылай қонаққа келдік. Өте керемет отырыс болды. Әңгіме айтып, өткен кеткендерімізді еске алып, күліп ойнап, осылай отырып, кешкісін үйге қарай қайттық. Жолай магазинге кірдік. Әден магазин, бұрын мен жұмыс жасағанмын осы жерде. Менің влогымды үзбей көріп жүрген адамдар біледі бұл жақты. Осы жақтан керекті продуктыларымызды алып, үйге келіп, анашым, әпкешім және де мен үшеуміз отырып семечка шағып, әңгіме айтып отырдық. Бірақ бұл семечка бізге вообще ұнаған жоқ, себебі со вкусом карамеля деп жазып тұр екен. Дәмі өте тәтті, сондықтан да ұнаған жоқ. Бізге негізі соленый семечкалар ұнайды. Семечка шағып кино көрдік, индис кино. Негізі отбасымызбен осылай семечка шағып отырып әңгіме айтқанымызды, телефонның бәрін қойып, бір-бірімізбен көңіл аударып, бір-бірімізге әңгіме айтып, осылай отырған бізге қатты ұнайды. Көбірек уақыт өткізгіміз келеді бір-бірімізбен. Осымен мен бүгінгі влогым аяқталды. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Пока-пока.